Кабатаны былдырып келгені кибевисеханы имзаламағанына қадар аш бермегенлер. Ишгачилернин Сейтлер район махкемесінде адвокат Алексей Ладинны шат оларақ сорғудан кечіргенлер. О жума журналисты Айдар Кадыровны яқаланған күнеуінің менфатларына қорчалайды. Ладин о яқаланып ФСБ бинасында тутылған вақыт оның янына кечіп олмағанына тариф етті. Адвокат Айдар Кадыровнен тек ФСБ хадимлерінің басқысы алтында қабатыны былдырып келген весеханы имзалаған сон корушып болды. Бираздан адвокат Иле Бумич Бурнин имзаланған весеханы шикает еткен еделер. Адвокат Лиле Гимиджинын сөздеріне көре Кадыровны сан кедерсін игил сыраларына желпетмеге тырышқан Дададжонов бармы, йохмы белгилемек керек. И необходимо с точностью установить обстоятельства, которые могут свидетельствовать о прекращении уголовного дела как в отношении самого Дададжонова, так и в отношении моего подзащитного. А именно, жив ли Дададжонов или уже умер. В ходе одного из допросов один из свидетелей стороны защиты показал, что со слов сотрудников ФСБ Дададжонова уже нет в живых. И это одно из оснований по Уголовно-процессуальному кодексу, когда дело в отношении него должно быть прекращено. Саяси Мабюс Шабан Умеров Ишгачилер махкемесінде ярамаған. Ахмеджите тутылып терроризмде қабатланған 25 қырым татарнын давасының Русияның Женюби Арби махкемесі бақмақта. 51 яшында алған Мабус махкемесі лунында темы сава олмағаны үшін ярамаған. Пенжерелер ачылмай аваландыру системасы есе зорнен чалыша акен деп хабер ете Қырым бірдемлігі. Махкемесі лунына аваландырмақ үшін махкеме тенефюс илан еткен. Ишгачилер прокурорлары есе Умеровға қан башына келмесі үшін аяқларыны көтермеге тевсие еткен. Июнын 5-не қадар СИЗОда. Ишгачилернин Джанко район махкемесі Украина арбие Евген Добрынскийге апысты тутовны девам етірді. О сөзде махкемеде сонки сөзіні айтмақ керек еді. Ләкин карантинен себеп оны тутылған камерадан бөле чықармағанлар. Добрынский кечкен сене майысының 30-да Ченгар сыныр кечіші янында олған незаре тоқтасындан ғайып болды. Оваға тұрған позициясы янында көреш излеріні телефон веселясы қалған. Добрынскийні Ишгачилер Қырымның сөзде сынырыны қанунсыз кечіргенінде қабатлай. Бұнан себеп Ишгачи прокурорлар оны 4 елға апыске алмаға талап ете. Қырым татарлар әр вақыт барышық ве узлашувда яшайды. Қарысу базар ве буюк онларда тутылған саяси мабуслердің ахрабасы, мабуслердің аналары ве фаал хадынлар Ишгачилер тамыр халқа қаршы кечірілген репрессияларға наразылық білдіріп, видео мураджат айдынлатты. Айтқанларына көре ич бір себепсіз хоранта башлықларыны туталар. Шымды есе хадынларда тақып етілмекте дейлер. Инсанлар белгесіз ғайып олмақта, тапылғанлар есе олу еді дейлер. Барышықта яшамаға истеген халқа басқыға оқратылмақта дейлер. Вам всем известно, что мы все всегда жили в мире, и никогда среди нашего народа не было ни террора, ни угнетения других национальностей. Очень обидно, что люди, которые созидают, живут мирно, воспитывают детей в духе ислама, религия, которая призывает только к миру и возрождению, огульно так нас обвинили. Мен еминім bizim балаларымыз террорист дегел. Бұл қапысханелерде тек бірер қоймадылар. Қоранталармен бер бала, баба, күйов, аға қардашны алып қапысханелерге соқтылар. Ама жоматымыз бір дайым бізді ялныз тек қалдырмадылар. Олар біздерін балаларымыздың көз жашны сілдер, біздерді зиярет етіп, біздерге рух берділер. Саяси мабусларға әрдайым мектеплерінен бер оларны қуандырдылар. Апайлар ақайсыз қалды. Балалар сақ бабалары вақтінде өксіз қалды. Аналар, бабалар, сойсоп ақраба бір теректен қалды. Yardım etken adam kalmadı. Meftalarını көтерген adam kalmadı. Onun için biz göremiz. Ne kadar insanları joyuldu. Tapılgan kişilerin de ölüsünü taptık.
Тамыр халқының тілі yok етілмесі. Ишғал етілген Қырымда Бахчисарай районындaki Бия сала Шымдайсе Верхнереченская адыны ташыған қой мектебінде ана бабаларының балалары Қырым татар тіліні öğrenмесінден вазгечмеге мечбур етелер. Ана бабаларға әнді толдырылған ариза бланкыны берелер. Девлет тілері оларақ танылған Қырым татар ве украин тілі сечілмесі имкансыз, чүнки сечілген таселялув тілі ерінде рус тілі yazылған. Бұны фаал Эльмас Акимова өз Facebook сәйфесінде хабер ет. Эверех межетінің 8 салы мектебінде мектеп мемориеті ана бабаларнен субет кечіріп, Қырым татар тілі öğrenілмесінден вазгечмеге чағырған еді, сан кедерсін Қырым татар тілі ұжасына yok екен. Русия Украина сынарларына Кемерово вилаятында ерлешкен моторлы түфек атыжы бригаданы кечере. Бұны конфликт Intelligence Team тәлелжілері хабер етті. Интернеті пейда ұлған кадрларда. Янылатылған Т-72 танкларны алып кеткен платформаның номері көруне. Тәлелжілер онлайн-сервис вастасынен тешкеріп, техника Кемерово вилаятының шерінден Воронеж вилаятыне кетірілгенін белгілеп болды. Бұл вақыт есе ишғал етілген Қырымға Псков десантчылары кечерілген. Олар Украина шарқында жинклешіп етіштірген еді. Кремльде әрбейлері Украина сынарлары янында фаалешінден телуке yok дейлер. Бия сарайда есе Кремль етекчілеріне инанмайлар. Це постійна тема. Ми бачили раніше це кіно з дезінформації, яку Росія проводила в минулому у зв'язку з їхньою агресією на кордоні з Україною. Тож, безумовно, те, що ми спостерігаємо, нас турбує. І ми й далі говоритимемо про це тут, а також із нашими партнерами в Європі. Авропа бірлігі Украина еле берабер. Бұны Авропа бірлігінің тыш ішлері бойынша ойкен темсілжісі Жозе Борель Украина тыш ішлері Назира Дмитро Кулеба еле лаф еткені вақытқа етті. Олар Донецк ве Луганск вилаятының ишғал етілген қысмында ве бұтынлы ишғал алтында олған Қырымда телекүсізліктен бағлы вазиет кергенлешкеніні, Русия Украина сынарларында арбейлері сайсыны чоқлаштарғанына ве Русия тарқатқан ялан малюматларыны музакире еткендер.